Әкем жарық дүниеден өтісімен біз Үржарға көштік. Алматыдағы үйімізден алғанымыз бар болғаны 2-3 шамадан киім-кешек еді. Соны автобусқа артып алып, шешемнің төркініне тартыппыз. Әкемізден 3 қалған ек. Үлкеніміз Маржан, ағам Данышпан және мен. Бұрынғы Семей облысына қарасты Үржар өзіне аттас ауданның орталығы. Қысы қақаған аязды, көктемі сұлу, жазы күннің мейірімді нұрына, көзі жеміс-жидекке бай, табиғаты тамаша Үржар қалың найман мен керейдің байырғы құтты мекені. Тұрғындары ақкөңіл, сауықшыл, емешегі үзілердей мейірбан, әзілқой және өнер мен білімге құштар, Құдай сүйген пенделер. Шығысында Тарбағатайдың тәкаппар шыңдары осы бір сұлу өлкеге ерекше бір асқақтық беріп тұратын. Үржарда адам баласына көңілді өмір сүруіне Тәңірім барлық жағдай жасап қойған. Біз осында тұратын болдық. Мен ес білгелі нағашыларымның қабақ түйгенін, бір-біріне ауыр сөз айтып, шекісіп жатқанын көрген емеспін. Нағашыларым шетінен өнерлі, оқыған, мәдениетті кісілер. Бірі домбырамен күй шертсе, бірі гармонмен ән айтады, бірі өлең жазса, бірі аймақтағы барлық автокөліктердің хирургы, әйгілі моторист. Бірі Құдай жолына түскен діндар болса, бірі талантты фотограф. 4 жасымда мен осындай адамдардың арасына түстім. Мені білетін Үржардағы көрші-қолаң туыс жекжат бір түрлі бала деп атайтын. Оның өзіндік себебі де бар. Үлкендердің айтуына қарағанда, мен маңайдағы тамам жұртты жинап алып, өзім бастан кешкен таңғажайып оқиғалардан сыр шертетін көрінем. Мысалы үшін, басқа планеталарға шеккен сапарларым жайлы таңды таңға ұрып, елді еш шаршатпай әңгімелеп береді екем. Немесе сол кездегі КСРО-ның таңбамаңдай басшысы Михаил Горбачевпен өткен неше дүркін кездесулерімнің нәтижелері жайлы таратып айтамын. Ол ма, менің әңгімемді қызықтаған қауымға үйдің қасындағы тоғайдан Гитлер мен Борманды кездестіріп, үшеуміздің 2-ші дүниежүзілік соғыстың салдарын сараптағанымыз жайлы паш етемін. Жұрт доу күлісіп, айта түс дегендей, менің естеліктерімді тыңдау үшін үйінен арнайы ала шыққан кәмпит пен прәндікті жейдемнің етегіне уыстап төгеді. Әлгілерді аузымды бұлтыңдатып жеп алған соң шөлдей бастаймын. Әңгімемді ертең жалғаймын деп міндетсей тамағымды кенеп ишара білдіруім мұң, жақын маңайдағы дүкендерден лимонад әкелінеді. Бұл кезде пақырыңыздың қиялына жарықтың өз көз жете алмайтын аласұратын. Тархун деген соқты әкелсе, сол кезде мен тіпті жаңадан тың естеліктерге сөзсіз көшетінім анық еді. Бұл мінезімді біліп алған ағайын күнара менің әңгімелерімді тыңдауға әжептәуір дайындалып келетін. Мен де олардың көңілдерін қалдырмауға тырысам. Ол үшін менің бала миым ұдайы жұмыс жасап тұратын. Жаңа 40 өтірікті ойлап табу оңай деймісіз? Ол бір 5 минутта айта салуға келмейтін күрделі және машақаты көп жұмыс. Елді мез етпеу үшін айтылған әңгімені қайталанбауы тиіс. Оның үстіне айтып отырған оқиғаларда логикалық сабақтастық міндетті түрде болу керек. Бір жерден сондай дүниелерді оқып алып, соған өз жадымнан бірдеңелерді қосып ұра беретіндей, мен 5-6 жасымда әлі хат тани қойғамын жоқ. Сондықтан мен тәтті мәтті мен дәмді сусындарды маңдай тер адал еңбегіммен алатынмын. Жұрттан түскен гонорардың тең жартысын міндетті түрде ауру ағам әкеліп берем. Ол өз кезегінде маған салған суреттерін сыйлайтын. Ағам екеуміз дос едік. Менен 2 жас үлкендігі бар ағам нағашыларымның айтуына қарағанда үлкен кісілердің әңгімесін айтады екен. Туғаннан мүгедек боп қалған ағам тап жылмай отырып сурет салатын. Мен оның салған суреттеріне сүйсінуші едім. Бірде ол маған дәптердің бетіне салынған гүлдің суретін сыйлады. Шетіне бауырыма ағасы Даныштан деп жазып қойыпты. Оны мен кейін хат танығаннан кейін оқыдым. Мектеп түгілі балабақшаның табалдырығын аттамаған ағам сол кезде өздігімен әліппені танып, оқуды үйреніп алған. Әлгі суреттегі гүлді құдды тірі сияқты еді. Әлі есімде, жататын кереуетімнің басына іліп қоятынмын. Таңертең тұрған кезде ағама «Дәкай, қарашы, сен салған гүл жел соққандай билеп тұр» деп таңғалатынмын. Ол соған мәз болушы еді жарықтық. Сол сұрқайы күзді есіме алсам, денемді мұз қариды. Қазанның ең бір сүйкімсіз күндерінің бірі еді. Семей жаққа күз ерте келіп, артынан қыс көп ұзамай қылышын сүйретіп сау ете қалатын.
Сондай бір жауынды шашынды ызғарлы күндердің бірінде мен аяулы ағамнан айырылып қалдым. Біз ағам екеуміз қуыстай бөлмедегі жиналмалы тар төсекке жататынбыз. Бір күні кешке қарай мазасы болмай тұрған ағам маған су сұрады. Ойын баласымын, шаршап, сілікпем шығып келіп жатқан мен оның көңілін қимай ожаумен су әкеп бердім. Ол оны ішпей, мынауың жылы екен, суығын әкел деп қайта жұмсайды. Тағы әкелем. Ол құдықтан тартып әкел деп тағы жіберді. Мен баруға ерініп, өзің тұр да ал деп жатып кеп қырсықтым. Сөйтіп салғыласып жатып ұйықтап қалыппын. Кейін ойлап отырсам, кететінін біліп, өлгенімді көрмесін деп далаға шығара берген екен ғой. Түн ішінде біреу мені көтеріп ап, басқа бөлмеге ауыстырып жатқызып жатқан есімде. Таңертең оянсам, сыртта жұрт жиналып қалған. У-да шу. Біреу еңіреп жылап жатыр, біреу басу айтып жатыр. Түсінбеймін. Басқа бөлмеде жатқаным да түсініксіз. Біз Данышпан екеуміз үйдің қасындағы өзенге нағашы апамыздың қазын бағатынбыз. Күнделікті әдет бойынша атып тұрып Данышпан жатқан бөлмеге беттедім. Біздің төсек жиналып бөлмеге басқа төсек кіргізіліпті. Соның үстінде бетіне ақ мата жабылған біреу жатыр. Ашып қалсам ағам. Енді мен оны оятам деп жұлқылаймын кеп. Тұр дәкәй, қазды шығару керек, апам ұрсады ғой деп қоям. Ағам қозғалмайды, көздерін тарс жұмып алған. Бала санам оның жайдары жанары жарық дүниені енді ешқашан көре алмайды деген түсінбеді. Далаға атып шығып жылап отырған шешеме келіп, анау тұрмайды, мен жалғыз қазға бармаймын деп қиғылық салып тұрмын. Бір жағынан жиналған жұрттың жылауы маған бір сұмдықты сездіргендей, шошытып, даусым бәсең шығып, дірілдей бастағанын сезіп тұрмын. Шешем дәкәй қатты ұйықтап қалды, ол енді оянбайды деді. Мен әлі де елең-алаң қалпымда тұрмын. Бір кезде санамның түкпіріне ағам қайтыс болды деген суық ақпарат жетті. Осылайша мен алғаш рет ажал деген сұмның бар екендігін білдім. Қазалы жұрттың бір шетінде енді маған кім сурет салып береді деп бақырып жылап тұрғаным әлі есімде. Сол кездегі ащы өкініш сезімі әлі күнге дейін кеудемде жаңғырып тұр. Шешем әкем қайтыс болғасын 2 жылдан кейін күйеуге шығатын болды. Бұл мен үшін ең жағымсыз, мүлде күтпеген жайсыз хабар болғанын жасыра алмаймын. Марқұм нағашы апам мамаңды бір жақсы аға үйіне әкетеді, сол сенің папаң болады деп жатқаны жадында. Әке орнын баспай қалғыр әлгі жалғыз аға 50 жасына дейін жылқы бағып, дала кезіп, адамдармен араласпағасын түзу тағысына айналған қарабайыр һәм хатал адам екен. 50 жасына дейін әйел мен бала егенді білмеген әлгіге менің шешемді зорлап қосқандай. Шешемнің қалың малы ретінде нағашы апамның үйіне бір қара жылқы әкелінді. Сол жылқыны сұмдық жек көретінмін. Ешкім жоқта қорада тұрған байқұс жылқыға алыстан тас атамын. Менің шешеме айырбасталған жануардан өш алғым келгені ғой. Шынымен, бір күні шешем ақыры үйден кетіп тынды. Ол кезде Даныш ағам тірі тұғын. Екеуміз қосылып шешемізді жоқтадық. Күйеуге ерте шығып кеткен апайымыз Маржан анамыздың тойына келген екен. Екеумізді жұбатып жүр. Маржан, мамамыз барған үй үлкен екен, әлгі болашақ папамыз бай екен, бәрімізді жарылқап тастайды екен деген сөздер айтып, өзі де егіліп қояды. Той болатын күні біз үйге қамалдық. Түннің бір уағы, ешкім жоқ. Мен негізі табиғатымнан шыдамсызбын. Жылауды мен бастадым. Ағам маған басу айтқанмен өзі де танауын қорс-қорс еткізіп тартып, кемсеңдеп, еңкілдей бастады. Шешемізді қимай жылап отырмыз. Қалай ұйықтап қалғанымыз есімде қалмапты. Ағам сол жылы 8 жасында қайтыс болды. Мен нағашыларымның үйінде жүре бердім. Шешем анда-санда келіп тұратын. Кейін онысы сирей бастады. Соған қарағанда қара қайыстай күйеуі жібермейтін болу керек деп топшыладым. Мен қазір 6-дамын. Күнде бір ермек тауып алып, ағам мен анамды ұмытуға тырысып бағып жүрмін. Түк етпейді деп қоям. Өскесін мамамды ана бір сорайған сұмырайдан құтқарып алам деп өз-өзіммен серттесемін. Сол күні ол жорыққа аттану үшін ағаштан қылыш жасап садақ иемін. Күнде кешке қарай қысқа көшенің ана басынан мына басына дейін жүгіріп жаттығамын. Мен бір күні шешемді құтқарамын деп қоям өзіме. Шешем кеткеннен кейін бұрынғы менің
Әңгімемді асыға күтіп жүрген тыңдармандарым енді еңбексіз кәмпит-сәмпиттерін беретін шығарды. Біреу қолына құрт немесе пішіне берсе қалса, бір әңгіме бастай қалсам, рахмет айтпай-ақ қой деп басымнан сипап, күрсіне-мүрсіне кете баратын. Мен оған не боп қалды деп артынан қуып берем. Жетіп алғасын бір әңгіме айтып берейінші деп жалынам. Ол жоқ, кәмпитті былай ағала ғой деп менің түсінбей далмын. Әңгімемді тыңдағысы келмей кете баратын. Олардың мені аяп жүретіндерін қайдан білейін? Осыдан 2-3 жағдайдан кейін жыным ұстап тегін келетін тәттіден де бас тарттым. Содан бері тәттіге жаным қас, мүлде жемеймін осы күнге дейін. Бір күні жеңгемнен күштілеп тұрып шапалақ жедім. Содан ойбайға басып нағашы апамның қойнына тығылдым. Сөйтсем сөредегі тұрған алманы рұқсатсыз алған екем. Ол алма ағамның балаларына арналған екен. Алма дейтін аулада шашылып жатады. Соны өз қолымен теріп алмай, неге дайынға жүгіресің деген әлгі шапалақ жеңгемнің уәжі екен. Апамның айғайға басқанын көрсеңіз сол күні. Маған емес әрине. Апам мені керемет жақсы көретін. Менің әкем жайлы қызықты әңгімелерді де сол кісі айтатын. Тұңғыш күйеу баласы өз ұлындай көрген екен. Есімде қалғаны, нан зауытына жұмыс істеп жүріп, оң қолындағы саусақтарынан тегіс айырылған апам күн ұзаққа картоп аршып отыратын. Ырғағы әдемі бір әнді тыңылдап отырушы еді. Мен шапалақ жеген күні үйдің іші салқын тартты. Ертесінде шешем келді. Апам оған балаңды өзің алып тәрбиеле. Менің енді шамам жоқ. Оның үстіне мына жақта жүріп, жеңгелеріне жексұрын болғанша жейтін таяқты өзіңнен жесін деп мені шешеме қосақтап шығарып салды. Сол күні мен балалық шағымның тәтті дәурені таусылған күн еді. Біз силикат кірпіштен салынған ақ қаңылтырмен төбесін жапқан ауласы ат шаптырымдай үйдің алдына кеп тоқтай қалдық. Анам осы үйде тұратынын айтпай-ақ түсіндім. Әлгінің үйі шынымен үлкен екен. Өзі байқуатты тұратын кісі екенін анадайдан көрініп тұр. Аулаға имене кірген мен ең алдымен сиыр сауып келе жатқан бір апаны көрдім. Апа жүрген жердің бәрі мейірімге толы болады деп ойлайтынмын. Оның бекер болып шықты. Қора жақтан шапшаң жүріп жеткен әлгі апамыз сүйкімсіз бір қап-қара кемпір екен. Мені көре салған кемпірдің көзі бағжаң ете қалды. Сол жағында қарай шырт түкірді де әлгі мыстан кемпіріміз сүтін қоюға кілетке кіріп кетті. Мен бүрісе түсіп шешемнің бауырына тығылдым. Біздің жарылқаушы әкеміз малда жүрген болып шықты. Онымен таныстығым жоқ әзірге. Сыртынан бір көргенім болмаса. Кешке жақын әлгі машинасын гүрілдетіп үйге жетті. Бойы биік, мойыны жуан, білектеріне бұлшық еттері ойнақшып, тамырлары білеуленіп тұрады екен өзінің. Құс тұмсық, өне бойынан қара күштің қорқынышты ызғары естіледі. Қабағы үнемі түксиіңкі жүреді екен. Екі сөзінің бірі әкеңнің аузын бәлен қылайын. Шашы бурыл тартқан ат жақты дөң қабақ, көзі үлкен, көкшіл. Бірдеңе ұнамай қалса тісін шықырлатып қояды екен. Қысқасы, мендей нәзік балаға мұндай қуатты, қара дойыр адам ұнаған жоқ. Қатыгез екенін байқұс жүрегім бірден сезді. Барар жер басар тау жоқ. Осы бір табиғаттың үлкен қателігін бірге өмір сүруге бел байладық. Мені шешем оған таныстырып жатыр. Осыдан тұрады. Апасы осында жіберді. Қасымда болсыншы деп жатыр. Анау маған ызбарлана қарап, ой әкеңнің аузын деп мені бір сыбап өтті. Көшедегі балалар осы бір сұмпайы боқтық сөйлемді маған қаратып айта қалса, жағаласы кетуші едім. Қазір оның іске асуы өте қиын екенін түсініп тұрмын. Әзірге Әліптің артын бағайын деп өзімді өзім сабырға иландырдым. Кейін оның осы сөзіне етім үйреніп кетті. Әуелі ішімнен өз әкеңнің тағы аузын ұрайын деп күлімсіреп тұратынды шығардым. Кенет әлгі әкетайым шалбарыңды шеш демесі бар ма? Онысын естіп шешеме жалтақ-жалтақ қараймын. Шешем оның естімегенсіп кілетке сүйеулі тұрған сыпыртқын ала салып жан ұшыра ауланы сыпыра бастады. Мен кірерге жер таппай тұрмын. Шалбарыңды шешінес? Әй мақау, кереңсің бе не? Шалбарыңды шеш дедім ғой деген күркіреген даусынсынан селк ете қалдым. Неге папа? Қайдағы папа? Мен саған папа емеспін. Мені аға деп атайтын бол, ұқтың ба? Жарайды, қалауыңыз білсін. Шалбарыңды шеш кәні. Шешпеймін, ұялам. Ұялатындай қыз емес шығарсың, а? Ұлмын мен.
Дәлелдеш қане, ол болсаң. Мәңіз ендеше. Ой, Томаш, мына балаң кәпір ғой. Бұл үйге мен сияқты кәпірге кіруге болмайды екен. Ертесінде мәшинесіне мінгізіп алып, өгей әкем Ғабит деген бір хирургқа апарып, шырылдатып сүндетке отырғызды. Қара жер хабар жеткізбесін. Қалиасқармен таныстығым осылай басталды. Оны былайғы жұрт қалаң деп атайды екен. 2 аптадай нағашы ағамның менімен жастық қызының көйлегін киіп ап, етегін желпеңдетіп, ауланы сыпырып, су тасып жүріп, мені мұсылман қылған Қалиасқарды зерттеумен болдым. Кез келген адам қандай жағдайға тап болмасын, бірінші кезекте қауіпсіздігін ойлайды екен. Мен де сол ойдың жетегінде жүрдім. Қауіпсіздігімізді қамтамасыз ету үшін келесідей нәрселерді істемеуге өзіме уәде бердім. Бірінші, көп сөйлемеу. Екінші, салғыласпау. Үшінші, айтқанын бұлжытпай істеу. Осы үш ұстаным мені әлгінің қара бұжыр жұдырығынан аман қалдыратын секілді болып көрінді. Бірақ бұл ұстанымдарды дана уақыт түкке тұрғысыз етті. Оңаша жерде желкеден түйіп қалудан басталған қалаңның маған тиісуі күн өткен сайын үдеп, дамып, түрленіп, мың құбылып, жаңа формаға ие болып, өгей әкемді тың ізденістерге жетеледі. Қалекең баланы ұруды өнер деңгейіне көтерген адам. Мысалы былай: «Әй, иттің ғана күшігі, бері кел» деп айқайлайды. Үшінші ұстанымды іске асыру үшін алдына жетіп келем. «Сені кім шақырды?» деп әлгі мені күректей алақаныммен иегімнің астынан періп қалады да мұрттай ұшырады. Артынан қарқылдап мақұлықша күледі. Мен безе жөнелем. Келесі жолы тағы шақырады. Тағы ұратын шығар, бармай-ақ қояйын деп қора тазалап немесе малға шөп салып жүре берсем, тағы да пәлеге қалам. Шақырғанда неге келмейсің, сілімтік деп енді қолын қырымен дәлдеп тұрып желкеден ұрады. Тоң қалаң асасың. Жылауға тағы болмайды. Шешеңе айтсаң өлтірем дейді. Жыласам көзім ісіп кететінін екеуміз де білеміз. Сондықтан мен жыламауға үйрендім. Бұл маған көше төбелестеріне қатысу үшін зор тәжірибе болды. Күйреп жатқан жерлерден де жеңістің бір ұшы көріп, пайдалы бір дүниеге алып шығуға мен содан бері машықтанып алдым. Көше төбелесі демекші, әлгіндей соққылардан кейін мен бала-шағаның жұдырығын маса шаққандай құрлы көрмейтінмін. Ал өзім қалаңның маған қолданатын әдіс-тәсілдерін қарсы алған жүгірмектерге мейлінше пайдаланатын едім. Жарты жылдан кейін біз тұрған көшедегі балалар мені екінші атаман қылып етіп сайлап алды. Мен тек қана Тілеукештен ғана иемменем. Ол шынымен де шымыр және өте әлді бала болатын. Кейін екеуміз адам айыра алмайтын дос болып кеттік. Екеуміздің басымыздан кешіргеніміз жайлы кейін тағы да айта жатармын. Сонымен не керек, арада 1 жыл өтті. Мен 7-ге толдым. Көшедегі балалар мені көрсе құрақ ұшады. Бәріміз мектепке барамыз деп дайындалып жүрміз. Бірақ қай мектепке баратынымыз белгісіз. Оны үлкендер ғана біледі. Шешем өмір-бақи орыс тілі мен әдебиетінен сабақ беріп келді. Қазақшасы кез келген қазақтан артық. Елдің бәрі сотқа арыздану үшін, әкімшілікке хат жаздырып алу үшін шешеме келетін. Қазақша тап тұйнақтай етіп жазып берген соң ол елдің ризашылығына бөленіп жүретін. Әлгі даңғоймен шешем әдеби тілде келістіріп тұрып сөйлесетін. Соған анау бұқтықты қоспай сөйлеуге тырысып, мәдениет сынып жетісіп қалатын. Онысы тіпті күлкіледі. Арасы бұқтықпен жалғанбаған соң айтқан сөздер ұйқаспай, басы жоқ, аяғы жоқ сөйлемдерді құрауға тырысатын. Болмағасын әңгіменің аяғынан басын шұлғып, дәу-дәу қолдарын сермеп, иығын қиқаңдатып, мыңқылдап бірдемені айтып кеп жататын. Анау ше деп қойып, ақыры ишараға көшетін байғұс. Маған бұл шешемнің оны жазалап жатқандай көрінетін. Менімен анам тек орысша сөйлесетін. Сөйтсем, мені орыс мектебіне берем деп дайындап жүрген екен. Мен болсам тіліммен жағыма сүйеніп, 2 тілде де сайрай беремін. Алматыда тілім балабақшада орысша шыққан екен. Ал үйде бәрі қазақша сөйлейді. Сондықтан мен мектепте бармай тұрып, 2 тілді бала болып өстім. 1 класс. Үржардың дәл ортасында Киров атындағы ескі мектеп бар. Бүгін ол Ілияс Жансүгіров шайырдың атында еді. Сол мектептің табалдырығын Олег досыммен орыс тілдің бір баласымен қол ұстасып аттаған едім. Алешка екеуміз бір партада 3 жыл отырдық. Кейін ол сыныптас досым үй ішімен Германияға көшіп кетті.
Сықырлақ парталарымыз жылда боялған соң ағашынан гөрі бояуының арқасында қалыңдай беретін. Бұрынырақ төселген ағаш едендері де сықырлауық еді. Тақтайларының арасында ашылып қалған талай қаламсабымыз сонда түсіп ғайып болатын. Мектептегі өмір маған үйдегі тіршіліктен қымбат еді. Елдің балалары соңғы сабақтан соң үйіне қашса, мен мектептің кәнігі қарауылы секілді айналсоқтап кетпей жүретін. Үйге барсаң, қара кемпір берген суып қалған макарон жейсің. Одан кейін қара озбырдан таяқ жейсің. Еш өзгермейтін күнделікті тіршілік. Қарын ашқан соң еріксіз портфелімді сүйретіп үйге қарай аяңдайсың. Үйге сабақ оқу деген бір қасірет еді. Кітап ұстаған қолдарыңды көрсе, иығыңмен қоса жұлып алардай әлгі дәу жетіп келеді. Немене оқымысты болып, менің інілерімнен керемет болып кетем деймісің? Қу жетім, айда кет бұзауға бар деп түйгіштеп жіберетін. Өзі кітап атаулыдан қарадай қорқатын. Шешемнің жинаған кітаптарына қарап тұрып, осының ішінде бірде-бір сурет жоқ. Несіне осы қалың қағазға шоқ жияды дейді осы жұрт деп таң қалып жүретін. Бірақ сол қараңғы адамның ішіндегі тәңірі рух бәрібір сол кітаптарда ғаламат күш бар екенін сездіретін сияқты көрінетін маған. Әйтеуір бұл шешемнің кітаптары, мен шешемнің туған маған өшет. Менің кітабыма әуестігімді ол білет. Сондықтан зал үйдегі мұқабалары әдемі кітаптарға жолатпауға тырысатын. Мен болсам, ол ақыл-ой теңізіне шомылуға әлі даяр емес екенімді білемін. Бұл жағдай қалаңның қаперіне де кіріп шықпайтын. Қалаң жарықтық арақты шелектеп ішетін ауыл сабаздарының бірі еді. Кейінгі кезде ол қылығын жиілетіп жіберді. Дәу адамның мас болған тіпті үрейлі болады. Екі көзі алақтап, сүріне, қабағына, құлағына, аузына сасық иіспен қоса боқтықтың тамаша үлгілері көрші тұратын тәмам жұртқа жайылып жатушы еді. Бірақ мен оның шешемді сабағанын көрген емеспін. Өтірік айтудың қажеті жоқ. Есесіне менің басыма әңгір таяқ әбден ойнатушы еді. Қыс кезі, Құдай атқан бір күні қалаң араққа сылқия тойып кеп, ауыз үйге кіре-міре құлады. Шешем мен қара кемпір хал үстінде жатқан ағаш апамның үйіне кеткен. Үйде жалғыз қалған менде еш жоқ. Тұрғызайын десем, басыма пәле тілеп алам. Тұрғызбайын десем, тағы болмайды. Сілейіп қарап тұрмын. Бір кезде тірі екен, қозғала бастады. Тұрды. Еш нәрсені көрмей тұрып, көкшіл көздеріне менің бала сұлбам ұшырасты. Кенет маған тақап келді де, құшақтап еңіресі бар ма? Мен де көңілім босап жылай кеттім. Мынаған бірдеңе көрінген шығар, тәубесіне келіпті ғой, сорлы қаланым деп қоям ішімнен. Бір кезде сенің бағанда асырап жүрген менде де ми жоқ қой менде деп, қазандай басын қабырғаға дүрсілдетіп ұра бастады. Зәрем зәр түбіне кетті. Бір пәлекеттің басталған ішім сезіп тұр. Қазір ұра бастайды. Жоқ, мені қолымнан жетектеп залға әкелді де орындыққа отырғызды. Сосын бетіме ұзақ тесіліп қарап отырды. Одан да ұрғаны жақсы екен. Шүңірейген көк көзі өңменімнен өтіп бара жатыр. Сосын жақындап келді де белінен белбеуін шешіп қолдарымды орындықтың арқасына байлай бастады. Кімнің өлгісі келеді дейсің? Мен дереу айғайға бастым. Жап аузыңды иттің күшігі деп дүрсе қоя берді. Мен біткен жерім осы ғой деп иманымды жүре бастадым. Қалаң қиқалаңдап барып қабырғадағы серванттың есігін ашты. Бірдемені іздеп жатыр. Бір кезде іздегені табылды. Жақында қалаң Алматыға барып келген. Сол кезде қарақшы пышаққа әуес демекші мал соятын бірнеше сояудай қанжарлар алып келген еді. Соның біреуін алып шықты. Бітті шаруам. Құдды бір кинодағыдай есінен ауысқан қалаң маған дәріс оқи бастады. Ей жетімек, мен мына пышақты не үшін сатып алды дейсің? Мал сою үшін ғой ағатай. Жоқ, мен сені сою үшін алған мұны. Аға қойыңызшы, қазір бәлен көрсетем саған. Жас кезінде қалаңды бір бойжеткенге үйлендірген екен. Әлгі байқұс әйелін бір нақұрыс байлап тастап, бауыздамақ болғанда жұрт улап-шулап әрең айырып алыпты деп естігенмін талай. Сонысы рас болып шығайын деп тұр. Бірақ мені құтқаратын тірі жан жоқ қой. Мен енді құтылудың амалдарын қарастыра бастадым. Қолымды байлаған белдік босап үлгерген. Егер жақындап келіп ұстаса қалса, амал жоқ, қашсам қазір кету керек. Артымызда терезе. Қолымды босатып алғанымды байқаған жоқ.
мас бөлменің бас жағында креслода пышағын жалаңдатып мені боқтап сөйлеп отыр. Жан тәтті, қолымды босатып ап атып тұрдым. Қалаң да тұра ұмтылды. Орындықтар көтере-мөтере басынан салып қалдым. Гүрс етіп Қалаң бар денесімен еденге құлады. Бірдемде міңгірлеп ұйықтап қалды. Мен есім шыққан соншалық есікке қарай жүгіргеннің орнына терезеге бір-ақ қарғыдым. Далада қыс еді, үстімде іш киімнен басқа ештеңе жоқ. Тұрсынғазы дейтіннің үйіне қарай беттедім. Қақпасын тарсылатып соққылап жатырмын. Үй жаққа қарап, Қалаң көрінбей ме деп қарап қоям. Бір кезде даланың шамы жағылды. Көретін жарығым бар екен. Қаланнан осылай құтылдым. Нағаш апам хал үстінде жатқанда мені шақыртыпты. Таңертең таң атысымен безілдеп отырып, нағашы ағамның үйіне қарай бардым. Апам байғұс айналып толғанып жатыр. Шешемді шақыртып ап, мына балаға ешкімнің қолын тигізуші болма деп қадап-қадап айтты. Сосын бір қорқынышты қорлыға басқаны есімде. Апамның жетісін өткізіп, шешем екеуміз үйге қайттық. Қалаң жылы ұшыраймен қарсы алды. Басымнан сипап, мұрнынан шымшып қояды. Онысы түсінікті әрине. Ешкім білмесін дегені. Кімге айтам, шешем болса жүрегі ауырады. Туысқанға айтсам төбелес болады. Тағы мені мерт қылуы мүмкін. Әлгі жағдай Қалаң үшін ұмытылғанмен, менің жүрегімде тікен болып, мәңгілікке қадалып қалды. Бұл оқиғадан кейін мен еш нәрседен қорықпайтын болдым. Тіпті алдымнан пышақ алып жүгірсе де өліспей беріспейтінім ақиқат. Көшедегі балалар мені көпті көрген ардагер ретінде көреді. Қалаң қанша жасырғанмен кіп-кішкентай көше елдің бәрі оның мені ұрып соғатынын біледі. Маған солардың білгені жақсы. Тым құрығанда балалары аяғын тартып жүреді. Көшеге шыққанда сіз мына жолдарды жазып отырған пақырыңыздың кеудесін көрсеңіз, дөңгеленіп жүретін ғой. Мен қақпадан шыға салысымен мені балалар жүгіріп кеп маған амандасады. Паңданып тұрып, тілеукештен басқасын тілімен түйреп-түйреп мазақтап алатынмын. Оған толық құқым бар. Екінші атаманмын. Көшедегі жүгірмектердің бәрін бір шыбықпен үйіріп алғанымды Қалаң да білетін. Кейде көшеге шығып, шылымын шегіп отырып, әй қайсың балаңды менің сары сапалағыммен шығарасыңдар деп көршілеріме одыраңдап қоятыны бар еді. Ондайда көрші қатындар есуас неме, біреудің жетім баласын төбелестіріп қораз қылмақшы ма едің, жынды неме деп тоңқылдап бастайтын. Оған Қалаң шімірекпей өте бір жағымсыз түрде қарқылдай күлетін еді. Келесі жылы жазда Алматыдан Қалаңның боқ қарын екі інісі келді. Біреуі менен 1 жас, екіншісі 2 жас үлкен. Қызық енді басталды. Қалаң жазда бізді Тарабағатайдың бөктеріндегі жылқы ауылына алып келетін болды. Аса барғым келмеген еді. Болмады. Шешем бетіме қарап-қарап күрсіне жолға жинап жатты. Арасында сен ақылды баласың ғой, ағаңды тыңда, ана екеуіне тиіспе деп қояды. Мен мұрнымды ішке тартып, мама, саспа, мен Рембомын ғой деп қоям күлімсіреп. Ол маған мүмкін Брюсли боларсың деп қояды. Екеуміз бір-бірімізді жұбатқан түріміз. Күні бойы Қалаңның бырылдақ машинесімен тоңқаң-тоңқаң етіп, алагеуімде жылқы ауылына да жеттік. Кешке Тарбағатай тауы бөлек бір тылсымға ие боп тұрады екен. Құдды менің әкем сияқты. Маған биіктен қарап, балам жасыма деп айтатын секілді. Мен тауға қарап кемсеңдей бердім. Ертесінде Қалаң қоста қорылдап жатқан ана екеуін оятпай, мені жұлқып тұрғызып алды. Қыстағы болған оқиғаны сұрады. Ешкім білмей ме деді. Мен сіз нені айтып тұрсыз деп түсінбегенсідім. Бұл қылығым Қалекеңе ұнамаған болуы керек. Желкемнен тартып, құшақтағансып, ішімнен сенің ажалың түбі менен болады деп мен отырмын деген сөзін айтты. Әлгі екі қалалықтың бірінің аты Асыл, екіншісінің аты Еркін. Екеуінің де атына заты сай емес. Асыл дегені қара домалақ бірдеме. Еркін дегені қараптан қарап қорқып, зарлай беретін бір сүмелек. Аттан кәдімгідей қорқады. Қара домалақ Асылы тамақ сау біреу екен. Алдында не әкелсең де өңешіне тықпалай беретін мешкей неме. Сондықтан болар семіз. Еркіні кішкене әлжуаздау, бірақ екеуінің де менен жақсы үлкен. Оған қоса Қалаң сияқты қорғандары тағы бар. Менің бар рухтанарым, іштей сиынарым да жалғыз Тарбағатай. Әлгілердің үстінде адам қараудан жалықпайтын әдемі киімдері бар. Екеуі де әдемі Адидас киген. Бастарына бейсболка.
Мен үшін бұл киімдер орындалмас арман сияқты. Аяқтарында менің аппақ арманымнан аумай қалған кроссовкалар бар. Қолдарында электронды сағат. Жақындап барып, бала болып шүйіркелесейін десең, итеріп жібереді. Менің бар ойым қалайда ана сағатты жақыннан көру. Үржардың универмагындағы сағат мыналар тағып жүрген сағатқа қарағанда дамымай қалған ежелгі уақыт өлшегіш сияқты. Мыналардікі сұмдық енді, жыбырлаған цифрлар. Әрі-бері жүгіріп жүрген қара жолдар, бірдемесін бастап пиқ-пиқ етеді. Арасында құлағыңды аймалайтын әдемі әуен ойнай ма? Құдай-ау, бауы да тамаша. Екеуінің сағаты да, тағаты да әртүрлі. Біреуі асқа сондай шыдамсыз жатып ішер бәле екен. Екіншісі ойын құмар су жүрек екен. Оның ойыны мен үшін қыз екенің ойыны сияқты. Өзі ойланмай жүріп, өте қауіпсіз ойындарды ойнайды. Добы бар. Сол қызлалы допты ақырын ғана жіберіп қойып, жаймен тебеді де билегендей жүгіріп барып қуып жетеді. Сосын қосқа қарай аштан өлгелі жүрген баладай тағы да нәзік теуіп қояды. Қарап отырып ішін пысып кетеді. Әй қойшы, ішің пыспақ төгілі бар ғой, зығырданың қайнайды екен. Қалталары толған сағыз, ауыздарынан көпіршітіп шар шығарады. Иесі де сондай тәтті. Маған бірақ бермейді. Бірінің бейсболкасының маңдайында ағылшынша 7 әріптен тұратын жазу бар екен. Мен ағылшынша білмеймін. Сондықтан ол жерге ойымша сұмырай деп жазып қойған сияқты болып көрінді маған. Екіншісінің маңдайында еререңдеп жатқан жыланның суреті бар екен. Еркіннің атын да көп ойналмай-ақ тауып алдым. Мен қостың отымен кіріп күлімен шығам. Жақын арадағы бұлақтан су тасимын. Сұмырай мен жыланға шай қайнатам. Әлгілер менің қожайындарым секілді. Басында менің жырым-жырым денемнен қорқып жүрді ме, көп басын алған жоқ еді. Еті мен көзі үйреніп алған соң басынуды бастады. Бәтшағарлар. Әлгі сүмелек доп деп еді. Мен оны кері қайтарам. Ауылда алысып-жұлысып футбол үйреніп қалған маған мынау бір ерсі көрінеді екен. Қаты тепсем нинада деп қояды. Жайлап тебемін. Соның өзінде доп ана біреудің қасынан оқша зулап өте шығады. Доптың өзі жалығып кеткен сияқты көрінеді маған. Күн де осы. Екіншісіне сағат сайын тамақ жылту керек екен. Жегені қайда кетіп жатыр, мен үшін беймәлім. Біреуінің добын сайға теуіп, көзін құртайын, екіншісін жегенін желкесінен шығарайын десем, бізге қарап шылымын будақтатып отырған қалаң менің бар қимылымды жіті бақылауда. Осылай жүріп 3 күн өтті. Мыналардан өмірі түк өзгермейді екен. Жылқы ауылда жүрміз-ау, табиғатты тамашалайық-ау. Осы қырынып тұрған айғырға мініп, даланы басымызға көтеріп айғайлап шабайық-ау, қой бүлдірген тебейік-ау. Тым болмаса тауға шығып өрмелейік-ау, допты қаттырақ тебейік-ау деген ой мүлдем жоқ. Қалай келді солай жүр. Қалаң мені оларды менсінбей жүргенімді байқады. Намыстанды. Олар інісінің балалары. Мен қайдағы біреудің жетімегімін. 4-ші күні екеуін шақырып алып кеңес құрды. Мен олардың жиналыстарын бұлаққа суға кетіп бара жатқанда байқап қойғам. Не болса да көрейік, ішім әбден пысты. Оның үстіне мен оларға қызмет қылатын ханның балалары екен түге келсем, қалаң ана екеуі маған жабылатыны, кім жеңсе соған қалаң 1 сом ақша беретінін хабарлады. Мен Үржардан шықпай жатып білгем оны. Жабылатындарын әрине. Ақша дегенді білмей қалайын, Құдайым берді деген осы міне. Міне, біреу тырсылдап алдында секіріп жүр, екіншісі артында мың бұралып сымдай қолдарын жұдырықтап түйіп ап майысып жүр. Бірінші боп шабуылды мен бастадым. Тұратын несі бар екен? Өлгенде көрген бір төбелес дегендей, әлгі секең-секең етіп тұрған мешкейдің қоңқақ мұрыннан тоңқ еткізіп періп қалдым. Хан фонтан шатқылады. Өзі есеңгіреп баудай түсті. Екіншісі суға түскен мысықтай бүрісіп қалды. Оны кеп добын тепкендей жайлап кеп мамық құйрығынан теуіп қалдым. Шыбжың ете қалды. Әлгі ерелеңдеп барып жерге отыра қалды. Төбелес дегеніміз осымен бітті. Қалаңда түр жоқ. Екеуін шақырып алып желгеден алақанмен ұрған болып сипай қалды. Оған әлгі жылан бажылдап қоя берді. Семізі мұрнын сүртіп пысылдай береді. Оның көзінде де алмадай мөлдір жас үйірілген. Мен ішім күлкіден жарылғалы тұрмын. Күлуге болмайтыны белгілі емес пе? Қалаң уәдесінде тұрды. 1 сом қалтамда.
сөзге өтірік маған шын мешкейі адам екен. Маған кетерінде сағатын сыйлап кетті. Ал жылан ше, ол мені кешірмеді. Бұл менің өзім жеккен жеңістерімнің бірі еді. Қалаңнан жылқы ауылда жүрген 15 күн ішінде бір ретте бір таяқ жегем жоқ.